Барлықтарыңызға сәлем. Мен үйде 2 баламен осындай әдемі банбанеркалар жасап табыстап отырған анамын. Егер сіз де мен сияқты үйде отырып айына 100-150 мың ақша тапқыңыз келсе, видеоның астындағы WhatsApp нөміріме жазсаңыз болады. Бүгін осындай әдемі банбанерканы қалай жасау керектігін үйретемін. Жұмыс жасау үшін маған қазір горячий клей керек болады, пистолеті мен үкі және қайшы керек болады. Ең бастысы дайын шаблон керек болады. Сіздерге де жұмыс бастау үшін осындай шаблон қажет болады. Бұндай дайын шаблондар каналына қосылғыңыз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Канал құны 10,5 теңге. Ары қарай өте оңай. Видеода көрсетілгендей сызық бойынша артық жерлерін бәрін қиып тастаймыз. Қиып болғаннан кейін сызықтар бойынша бүктейміз. Ол өте оңай. Мен 200 граммдық бумагамен жұмыс жасағандықтан беговкасыз бүктей саламын. 230-дан 300 граммға дейін қағаздарды беговать ету керек болады. Әдемілеп бүктеп болғаннан кейін горячий клеймен осылай жанын жабыстырасыз. Кейбір қыздар карандаш клеймен жабыстырады. Маған горячий клеймен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Мен ең басында горячий клеймен жұмыс істеп бастадым. Әлі күнге дейін горячий клей қолданамын. Банбанерканың асты осылай болып жабылады, өте оңай. Ашылуы да, жабылуы да. Клиентке осылай жауып бересіз. Бізде тек қана свадьба каналы емес, басқа да детский канал бар, календарь каналы бар, хит-копилка, метрика каналы бар. Қосылғыңыз келсе, маған жазыңыз. Енді ең последний штрих ол үкіні қою. Үстінен 1-2 мм осылай қашымен қиямыз да үкіні салып береміз. Сонымен сіздің банбанеркаңыз дайын. Клиентке бересіз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.